2002 жылы 1 желтоқсанда алғаш рет тұңғыш президент күні Нұрсұлтан Әбішұлы құрметіне аталып, бұл баршамыз үшін қуанышты тарихқа енген оқиға болды. Елбасына деген ел құрметін айрықша айғақтауға арналған бұл мейрам бүгінде орны бөлек нық сеніммен, мақтанышпен айтылатын мейрамға айналды. Биыл міне тағы да осы мерекені 9-шы мәрте атап өткелі отырмыз. Ендеше құрметті оқырмандар, өздеріңізбен қайырлы күн деп амандаса отырып, бүгін біздің кітапханамыздың төрінде Теміртау қаласының құрметті азаматы, елбасымыздың замандасы, құрдасы, жан досы, әріптесі болған, сонымен қатар ардагер металлург Қуаныш Омашұлы бүгін бізбен қонақта болады. Әсерлі әңгіме, сырлы сұхбат болады деген сенімдеміз. Қош келіпсіз, Қуаныш аға. Біздің кітапханамыздан сіздей ұлы тұлғаны көру біз үшін үлкен мақтаныш. Сіздей қонақтарымыз келген біз мақтан етеміз. Алдымен Қуаныш аға, өзіңізбен танысып алсақ, қай өңірдің тумасысыз? Қай жерден білім алдыңыз? Мен қарағым жоқпын. Мынау неде арқада Тағылы Бұғылы деген жер бар. Бұл мынау Шет ауданы, Ағадыр станциясында жақын. Атегі мен 8-ші классқа дейін, 5-ші класстан 8-ші классқа дейін неде осы Қарағандыда оқыдым. Бұнда 2-ші мектеп интернат болған. Ана таза жетімдерге арналған. Сол соғысында туған адамдарымыз бар. Соның әке-шеше қайтыс болып, мен ағайындарым осы мектепке әкеліп орналастырған. Соның 9-шы, 10-шы класс мен Ағадыр станциясынан бітірдім. Тегі көп жаңағы мен тәрбиені, ол 2-ші мектептің азын. Онда ертеде 53 жылдан кейін біздің мұғалімдеріміз қиындық көрген, отан соғысына қатынасқан мектептің директоры болды Мәулен Ғазали, академик Арыстан Ғазалиевтің әкесі. Қазақ әдебиетінен Күлпаш апай Сыздықова деген кісі болды. Осы мынау Гулаг дейді ғой әлгі түрме. Қуғын көрген адам. Сол кісілер бізге сабақ берді. Абайды ол оқытып, бір сағатта сондай оқытып. Күлпаш Сыздықова бізді Абай жолын 3 рет оқытты, романның өзін. Соны талдап, әр оқылғаны сол Абай жолындағы сондай үлкен бізге не берді, тәрбие берді. Соны есімізден кетпейді әлі, осыны қалай бізге сабақ бергені. Сонда анау Мәулен ағаның ерлік ол кісілер жұмысқа да алмады ғой, түрмеде отырған үшін. Кейін ескі түскенде бізге Ермеков, Әлімхан Ермеков сабақ берді. Біз 3 лекциясын тыңдадық қой, сондай жоғарғы математиканы. Ол уақытта біз енді Ермековті біле қоймайтын едік, айтқызбайтын. Қазақстанның іргесін қалаған, осы территорияны айқындап берген, Лениннің алдына бірнеше барып, Әлихан Бөкейхановпен, олар Алаш орданың азаматтар ғой. Сонда жағдай кейіннен, осы мектеп бітіргеннен кейін ол уақытта елдің ортасында әңгіме шығып жүрді. Біздің сол Шет Ағадыр өңірінен біраз азаматтар Теміртауға келген. Содан мен Теміртауға 61 жылдан 17 жасынан Теміртаудан биыл неше жыл болды сонда. 60-тан санағанда 60 жыл болып қалды ғой. 60 жылда, 60 жыл көлемі Теміртаудың құрметті азаматысыз. Өте қуаныштымыз. Мен де Ағадыр жақтікімін, жерлес ағам болып отырсыз. Өте қуаныштымын. Шет өңірінен осындай құрметті азаматтарымызбен мақтанамыз сіздермен.
сөзі келесі мынандай бір сұрақтар келіп жатыр екен оқырмандардан. Сіз елбасымен бірге оқыпсыз дейді. Жастық шақтан қызықты сәттер есіңізде ме дейді. Группада оқыдым. 16 азамат бітіріп шықтық. Бір группада институтта. Қара металлургия ғой біздің енді мамандығымыз. Нұрекеңнің көп несі болды, бізге ықпалы болды. Онда біз енді жұмыс істеп жүретін едік кешке. Сосын кешке жұмыс істесек, күндіз оқимыз, күндіз жұмыс істесек, түнде оқып, сондай не болды. Алма кезек. Сондай бір уақыт болды. Программа сондай болды. Сондан жұмыс қиын. Неден осы тастап кетем бе деген көп адам тастап кетті бізде. Шыдай алмай. Онда 5000-дай ма сондай қазақтар келген. Бәрі өлген. Шыдай алмай. Жұмыс өте ауыр. Содан Нұрекеңнің ықпалы болды. Осы мен осында Теміртауға қалғаныма, комбинатқа тұрақтап қалғаныма ықпалы болды. Намысқа тиіп, бәріміз кетіп қалсақ, бұнда кім қалады деген сияқты. Енді мал бағып жүре береміз бе деген сөзге дейін айтты. Жасауық қой, қаттырақ сөйлейді. Сосын ықпалы болды. Тек қана маған емес, сол көп азаматтарды Теміртауға тұрақтандырып қалуға, сол мамандықты игеруге бұл кісінің ықпалы болды. Сол кезде Қуаныш аға мынандай не болар бала жасынан дейді. Сол кезде сіздер осындай ұлы тұлға болып шығатынына, президент болатынына сендіңіздер ме? Байқадыңыздар ма? Білмедік қой. Бірақ үлкен азамат болатын біздік. Тегі адам баласы ертең не болатынын болжау қиын нәрсе ғой. Біздің бір сол группадағы бірінші профессор атағын алған Шугуль Борис Маркович деп айтамыз ғой. Борис деген азамат болған. Нұрекең Қырғызстанға келгенде сол группадағы азаматтардың бәрін жиналып, бәрін шақырды, жұбайлармен бірге. Алматыда бізді қарсы алды. Алматыда ол уақытта Ғабидулла Сәркенов Зұлқашевич, қазіргі академик, профессор. Сол кісі қарсы алды, тағы бір азаматтар. Сонда жаңағы енді әзілдесіп отырамыз ғой. Сонда жаңағы Борис айтатын. Егер де мен сенің президент болатын білгенімде, мен сенің аяқ қолыңды жуып жүреді. Білген жоқпыз дейді ғой. Білген жоқпыз дейді. Бірақ үлкен сонда қабілетті азамат екенін болатын білдік. Өйткені барлық сабақтарды жақсы оқыды. Ол егерде президент болмаса да, мысалы, үлкен бір оқымысты болатын еді. Физик бола ма, химиядан өте жақсы оқыды, барлық пәннен. Әлде бір филолог бола ма, сондай дарынды жас кезінде өте дарынды болды. Жауапкершілікпен қарайтын дейсіз ғой, жауапкершілік және көрген көп. 62-ші жылы анау комсомол дейміз ғой, жастар жиналып Хельсинкиге барып қайтты. Анау бүкіл дүниежүзілік жастардың фестивалі болған Хельсинкиде. Соған барып келгеннен кейін тіптен жаңағы Нұрекеңнің екпіні арта бастады. Енді ел шақырады ғой, жаңағы балалардың алдында кездесу өткізеді, садиктерге барып, қалай барып келгенін, жер жүзіндегі жастардың ынталары қалай, достыққа, бауырластыққа қандай көзқараспен қарайтынын бәрін. Сонда көп. Енді бұл 62-ші жыл болса, 22 жаста. Соның өзінде елмен кездесіп, сондай көп әңгіме дүкен құратын еді. Және біз көріп жүр. Тез адаммен танысып келеді. Енді
Қазақстан біледі ғой енді. Солай. Жұмыс барысында қандай да бір қызықты оқиғалар болды ма? Тығырықтан қалай шығушы еді ол кісі? Мысалы, бірдеңені білдіріп қойса, жұмыста болды ма ондай нелер? Көп қой енді, мына біздің мамандығымызмен тегі арманым осы темірді үйреніп алып, содан кейінгі жастарды үйретіп алсам деп ойлайтын едім. Жас кезімде ол арман орындалды. Менің оқушыларым көп азаматтарға ықпалым тиді, тәрбием тиді. Енді ондай жағдай көп. Анау кейін ірі қызметтерде жүрді ғой, тез өстім. Осыға келді ма, келмеді ма? Бір жылы біздің бір цехтың несі болады астында. Жаңағы анау маталка дейді. Жаңағы темір ғой, жаңағы темір. Соларды айналдырып, жаңағы неге жинайды бір текшеге. Сол жерден өрт шығып, сол өртенді дайындықтар көп қой әр жерде. Тез сөндіріп алды. Сол цехте біздің бір замандастарымыз жұмыс істейтін. Мастер болып, начальник смены болып, Тоқтар, Исқақов, тағы марқұм болып кетті, Мерген деген азаматтар. Біреуі мастер, біреуі начальник смены екеуі. Соларға келіп жаңағы секретар барткама айтып дейді, екеуінің аттарын шығару үшін қазақ айтып жүр, атың шықпаса жіберді деп. Сендердің аттарың тарихта қалатын болды ғой деп, жаңағы анала енді қанжылған несі ғой түрі. Аналарды енді қатты неткен ғой, жаңағы ауырып қалған. Өрттеген сөндіру қиын болады. Және ішінде мазут, жаңағы горючий сварочный дейді ғой материалдар, жанғыш заттар көп. Содан кейін азаматтар қайран қалады. Біз ойлап едік енді жаңағы дауыс көтеріп, әлде ұрыс шығарып, сөгіс жарайды ма деп ойлауы ғой енді. Жұмыстың аты жұмыс қой. Сонда Нұрекең айтады дейді, атың шықпаса жіберді. Дұрыс жасадым деп екеуі. Сондай әзілі бар. Әзілі бар. Содан кейін олар теріс қимылдайды ғой. Осының бәрі намысқа тиеді. Өйткені мынау біздің азаматтар, қазақ азаматтар салаға екен деп ойлауы мүмкін ғой басқаға. Енді көп жаңағы азаматтар жұмыс істейді ғой, әр жерден, әр қазақтың жаңағы өкілдері бар ғой, өкілдері бар ғой. Соның өзі шеті намысқа келіп тиетін. Намысшыл. Намысшыл. Мен өмірімде бір жұмыстан әйтпесе бір әлі не дейді ғой, совещание жиналыс болсын. 1 минут қалып көрмеген адам. 1 минут қалып көрмеген. Өйткені анау намыс біздің жан-жағымызда неміс халқы жұмыс істеді. Азаматтар олар енді уақытқа өте пунктуальный. Солар айтады, Омаш неміс келе жатыр. Мені намыстан бәді анау неге салақ болмау үшін өзіме бұл енді тұқынан біткен нәрсеміз ғой. Сөз келмесін деген намыс. Сол намыстардың жақсы қасиетін алған едім. Өте жақсы қасиет, дұрыс айтасыз. Уақыт деген дүние баршамызға ең қажетті дүние. Елбасымыз сіздермен бірге кездесулерде, қазіргі кезге дейін сіздермен отырған кезде замандастардың арасында елбасы образына шыға ма? Қаншалықты қарапайым ол кісі? Сіздермен отырғанда осылай емін, еркін, ашық, жарқын араласа ма? Біз сезбей қаламыз кейде. Неден анау Ертісбаев, Ермұхамед деген бар. Көмекшісі болып жұмыс істеді. Менің ойымша бір аса жайлы сондай бір азамат емес сияқты. Соны жазған кітабында жазып қойыпты. Елбасының жолдастарымен кездесті, бәрі абыржып, елбасынан нетіп, сескеніп, баяғы достықтары көрінбейді. Барлықтары
соған жалпаңдап деген сияқты орысша жазған енді. Енді сондай сөзді жазуға болмайды ғой. Ол енді сыртқы анау неде жаңағы ролик кино түскенде біз енді қарсы алып тұрдық. Және әдет сақтау керек. Енді барлығымыз шулап жабысып жаңағы айқайлап отыруға болмайды ғой. Соның бәрін өзінің тәрбиесі орысша жаңағы қазір енді бұлта қартайды ғой, Ертісбаев, Ермұхаммед, азамат сөйлейді. Онда жоқ бізде. Жалпы ол кісі сіздермен отырған кезде өте қарапайым, ашық сөйлесесіздер. Елбасы образынан шығалар. Одан кейін бір қызықтыратын мынандай бір сұрақтар қойып жатыр екен. Балжан есімді оқырманымыз. Қазіргі жастарға сіздің өзіңіздің көңіліңіз тола ма дейді? Мен толады. Мен әрқашан ойлаймын, неде бір орысшылардың сөзі бар. Оның орысшасы олай анау. Каждое поколение идеализирует свой прошлый. Мысалы біздің әкелерімізде енді біздің ерте кетті ғой, бірақ жақта ағайын туысқандар үлкен жаңағы ағаларымыз, әкелеріміз айтатын еді, осы біз баяғыда жақсы болып едік, біз баяғыда тәртіпті болып едік, қазіргі жастар жалқау, қазіргі жастар нашар, осылар қашан ғана болады екен деп айтады. Менің тұрқым олай емес. Сондықтан анау жас азаматтар бізден артық. Олардың оқығаны көп. Технология алдыға өсіп келе жатыр. Қазір менің мысалы екі жастағы немерем, 2-ден асты. 2 жастағы. Ол менің сотовый телефонды алып, соның кодын ашып алып, не қарап отырады ғой жаңағы. Өзінен қажетін ашып алады. Сонда қалай. Ал мен сотовый шыққан уақытта мен 1-2 ай бір немелерім үйретеді маған. Сонда қалай. Жастардың білетіні, білгені бізден көп, беретіні де көп. Елдің келешегі, болашағы жастарда. Егер де басқаша ойласақ, онда біз бір енді неге кертаттар дейді ма қазақтар? Ескі салт санада қалып қоямыз дейсіз ғой. Сөйтіп сондай неге ыңғайлы болып кетер едік. Сондықтан жастардың әрине көргені, білгені, оқығаны көп. Қазақта мақал бар, көп көргеннен емес? Көп білгеннен дей ма? Көп білгеннен сұра дейді ғой. Сондықтан әрине жастар алдыда. Бұлардың романтикасы бар. Бұлардың арманы болады. Бақытты жастар солар өздерінің орнын тұрса. Дұрыс айтасыз. Оқы демекші, өзіңіз кітапқа қалай кітап қаншалықты оқисыз, кітаппен қаншалықты доссыз, соңғы оқыған туындыңызды айта аласыз ба? Осы кітап керемет деп бір. Енді жаңа айттым ғой, біздің мұғалім абай жолын 3 рет оқытты ғой. Абай жолы. Сонда анау қазақта мысалы ойын, сықақ бар ғой енді. Сонда абайдың бір нағашыларын келтіреді абай жолында. Нағашылар қойтан дейді ме, сондай кісілер болыпты. Сол кісі айтып дейді, өлемді бөлмей, қожамылдан ұят болды. Сонда ол кісі өмірден өтіп бара жатқанда не айтып кеткен, әріз айтып кеткен. Сонда кітап оқу керек. Кітап оқымаса, мысалы деңгей адамның өспейді. Жастарда қазір көп оқиды, немерлерім көп кітапты оқиды. Соңғы мына интернетте көп мағлұмат бар ғой. Осы кітап демекші. Мен мынау елді, мысалы өмірді барып тұрамын елге әлі күнге дейін. Ағадырға,
шет ауданда бар, бізде тағы да болды. Таятқы Шынақ дейді, Ортау, Қызылтау, мысалы, Сәкеннің туған жері, Қарашылық, Өспен, Көктіңкөл деген жерлерге барып тұрам. Деген Қазақстанда көп жерде болдым ғой, Совет үкіметінде. Мен болмаған завод жоқ, мысалы. Мен опытым дейді, сол барып тұрдыңыз мен. Тәжірибе алмастыру. 30 жылдан астам цех басқардым. Сондай немен жұмыс бабымен. Сонда өңірдің мысалы маған несі қасиеті, туған жердің несі жақын тұрады. Бәрібір тартып тұрады, тартып тұрады. Мынау өмір Кәріп деген ақсақал бар. Ағадырлық жазушы. Жақында 80-ге толды. Сол өзім барып құттықтадым осыны. Өте дұрыс болды. Бізде кітапханада Zoom платформасы арқылы әдеби саз кешін өткізді осы. Мәдениет басқармасының қолдауымен өтті. Сосын Дала саз деген кейінгі кітабын оқыдыңыздар ма? Оқыту керек жастарға. Бұл Арқаның көп жерінің жаңағы несі сонда көп мағлұмат бар. Анау Таятқы Шынақ деген сөз ол неге? Ол Таятқы. Неге Таятқы? Неге ол Шынақ деген не туады ғой? Көп адамды қызықтыратын, біздің киікті өнері жағында ғой. Ақтоқтай Ағыбай батыр жатыр киелі өңірлер. Ағыбай бабамыз сол жақта ғой. Жерденген. Сол даласы мысалы осы оқыса көп адамдар мағлұмат алады. Елдің, жердің атаулардың сырын біледі. Сонда адам өзі неге табиғатқа жақындап, елге, жұртқа, отанға сүйіспеншілік артады деген сияқты. Өте дұрыс айтып отырсыз, Ал енді мынау жұмыс істеп жүрген уақытымызда мен қазір де жұмыс істеймін. Онда мен қайта оқитын кітап жастарға айтып отырмын. Орысшылдар бар, Дейл Карнеги деген бар, наука управление. Қалай мысалы ел басқару керек, президенттер қалай елдің алдында сөйлеген, сонда адамдардың психологиясы қалай деген сияқты. Сонда әлі күнге дейін ол өзінің рөлін жоғалтпайтын. Сондай адамдармен қалай қатынасу керек деген сияқты, сондай тақырыпты кітаптарды оқимын. Оқу керек. Оқу керек. Дұрыс айтасыз, Қуаныш аға. Сөзіңізді бөлсем кешірім өтінем. Кітап демекші, кітапханада отырғаннан кейін біз өзіміздің кітапханамыздың қорындағы кітаптарға кішкене бір оқырмандарға таныстырып өтсем. Елбасы мәртебесі деген мынандай бір керемет кітабы бар, Награда президенту дейді. Бұл кітап бізде екі тілде жазылған кітап. Міне альбом ретінде бұл жерде елбасымыздың жастық шағынан бастап қазіргі кезге дейін түрлі түсті отбасымен түскен, замандастармен түскен әртүрлі суреттер қамтылған, өзі жайлы замандастары туралы ой толғамдары бар. Сонымен қатар елін сүйген, елі сүйген елбасы деген кітап бар. Сонымен қатар елбасымызға арналған бұл кітап орыс тілінде және қазақ тілінде бар. Сіздер туралы, құрметті біздің Теміртауымыз туралы Құрыш тұлға кітабы бар. Бұл кітапты да оқырмандарға таныстырсам деймін. Міне, керемет кітап, сіздерде де бар шығар деген ойдамыз. Бұның ішінде елбасымыздың ең бірінші бастаған еңбек жолы туралы ерекше аталып өтіледі. Сонымен қатар тұлға туралы толғамдар дейді. Бұл жерде елбасымыз жайлы жазған біздің азаматтарымыздың, жазушыларымыздың, қаламгерлеріміздің газет беттеріне шыққан мақалалар мен сұхбаттары топтастырылған. Бұл кітаптың бір ерекшелігі, кітапта сонымен қатар естеліктер, мысалы замандастар айтқан естеліктер бар, ол кісілер туралы өздеріңіз айтқан барлығы қамтылған. Және тағы бір таныстыратын кітап елбасымыздың бұл Бітімгер деген кітап. Бітімгер деген кітапта елбасымыз 2015 жылы Украинада болған қақтығысқа елбасының бітімге шақыру туралы өзінің ой толғанысын, көмегі жайлы жақсы жазылған. Бұл кітапта елбасының ерен еңбегі жазылған. Сонымен қатар тәуелсіздік белестері, міне көріп тұрғаныңыздай, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзіңіз де білесіз ғой, ол кісі өзі
ол кісі ғана туралы жазбайды, ол кісі өзі де жазады еңбектерді. Өзі авторы осы тәуелсіздікке жеткенге дейінгі қиындықтар туралы осы тәуелсіздік белестері кітабында айтқан болатын. Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мына бір туындысы керемет туынды енді. Бұл туындысы Қазақстан жолы деп аталады. Міне мынандай кітап. Бұл Қазақстан жолында тәуелсіз Қазақстан тарихының басты тағылымы туралы ерекше аталып өтіледі. Және елбасы қазақ мемлекеттігі, сонымен қатар елбасымыздың 2017 жылы ең бірінші өзінің әлеуметтік парақшасына салған кітабы тәуелсіздік дәуірі электронды түрде шыққан кітап. Бұл кітап тәуелсіздік дәуірі деп аталады, 2 тілде шыққан. Кітап көлемі өте үлкен және жан-жақты жазылған, ұлы тарих кемел келешегі туралы жан-жақты баяндалған. Яға су ішіп, сұхбатымызды ары қарай жалғастырып отырайық. Кітапханамызда елбасымыз туралы кітаптар сұранысқа ие. Және осы елбасымыздың саясаткерліктен басқа тағы қандай қырлары бар? Бөлісе аласыз ба? Біз білмейді. Айтбай Сәулебек деген ақын жазушы бар. Ол кісі біздің жас уақытымызда келіп, бізбен әлі күнге дейін араласып жүрміз. Сонда жазып берген ғой, Ермек деген жолдасым бар, жолдасымыз. Сол кісіден сұхбат алғанда қалай жас кездеріңізде күрескенде кім жығады дегенде жазып берді, Ермек мен жығамын деп, мен жығып өтішемін деп. Енді оны болмаған дүние ғой. Содан ана кім Сәулебек айтпай жазып жібереді. Неге Қазправда, Қазақстан. Қазақстанская правда. Иә. Содан енді газетті көреді, кейіннен Нұрекең келді. Оны опровержение жасайын десе, айтпай тапқызбайды. Соның тілші әзіл қой өзі. Содан Нұрекең келді, 1-2 айдан кейін Ермекпен амандасып жатып, балуан, қалың қалайын. Сондай әзілдері бар. Әзілдері бар. Және біз көріп қаламыз, теледидарда көріп жатамыз, елбасымыз домбыра тартады, иә? Әншілігі бар, иә? Домбыра тартады, әншілігі бар. Көп әндерді айта біледі, тек қана қазақша емес. Украинада болды ғой, Украинада 2 жыл. Соның біраз әндер алып келді. Бұл Украин халқының әндері өзі бір ерекше адам тартып тұрады. Бізде енді сол айлап жылдап Украинада оқыдық қой. Қызмет атқардық Украинада. Сонда біраз әндер алып келді. Тіш мені Бедман болды деген әндер. Сонда көп әндер. Мадалина, Туман деген өлеңдері бар. Сондай әнге, өлерге жақын Нұрекең. Домбыраны жақсы тартады. Кейде бір көңіл түсіп кеткенде бір өнерпаздардың несіндей, тұлғасындай жақсы дәм тартып кетеді. Шабыттанып кетеді. Содан кейін анау қазақтың көп адам білмейтін әндерін, өлеңдерін сөзіне деген өте жақсы ұмытпай айтады. Мысалы Иманжевтің біраз әндері бар ғой. 40 не дейді, әртүрлі айтады оны енді, аяқ жағға. 40 қатын құшақтың отырса да бәрібір имансыз болмайды деп айтады. Ертеде сөйтіп айтады. Ел аузында тағы. Иә. Қазір басқаша айтып жүрсем, ана түп нұсқасын Нұрекең көп жақсы біледі. Содан кейін бір қыз жайып еді, тағы да бір өлеңдерді айтады. Мысалы Ақбақай, Ақмендер, Атқайда, Ақбақайда, оны енді тамаша нақышына кетіп орындайсыз ғой. Тамаша нақышына. Тамаша. Сонымен қатар тағы да мынандай бір сұрақтар бар екен. Теміртау қаласының дамуына арналған бағдарламаны жасауға елбасының тікелей қатысы болған белгілі. Қазір осы жайлы айтып өтсеңіз, Теміртау қаласының дамытуға. Бізге Теміртауға жиі келіп тұрады ғой, сағынады ғой шығас. Біз келген уақытта 60-шы жылдары Теміртау бір кішкентай ғана қала болатын. Қалашық болатын.
есік қала дейді, қазірде бар. Иә. Содан кейін 74-ші жылы оған деген енді әлгі Теміртауда көтеріліс болған білесіздер ғой. 59 жыл ма екен, сондай наразылық болған. Содан кейінгі жылдары біз жас кезімізде жұмысқа шешінбей барып шешінбей қайтатынбыз. Жуынатын жерлер болмайтын. Ол өткен күн жаңағы не дейді ғой, тез ұмытылады. Ұмытылады, тарих болып қалды. Сөйтіп 70-ші жылдары Нұрекең неде орталық комитетке Правда газетіне мақала жазып, жағдайымыз жаман, ненің осында кемшіліктер бар деп ұсыныс тастадым ғой. Кейіннен орталық комитетте бұл мәселе қаралып, Сұлтың алдына барып сөйлеген нелері бар, кездері бар, жас уақытта. Содан қабылданған совместное постановление Совмина и ЦК КПСС дейді. О улучшении жилищно-бытовых условий трудящихся комбината. Содан кейін қала көркейді. Қала көркейгенде жаңа крес ашылды, үй салатын. Қазіргі мысалы ең бірінші біздің Теміртауда 50 метрлік бассейн. Неде Алматыда, Қарағандыда болмаған. 100 бассейн біздің Теміртауда салынған. Анау кинотеатрлар, комсомолец, тағы басқа. Содан кейін мұз айдыны бізде стадион, профилакторий, дворец культуры жаңадан салынған. Бұрын бар ғой енді жаңадан салынған. Осы көркеюінен Теміртаудың ең үлкен үлес қосқан, енді барлық азаматтар қатынасты ғой. Бірақ соның ана несін шешетін жолын тауып, сол өзінің жігерімен жаңағы орталық басшыларға көрсетеміз, қандай кемшіліктер бар. Соны қалай сол кемшіліктен шығуға тарлықтан деп отырсыз ғой, қалай шығатын жолдар бар деп. Сондай өзінің жолы, өзінің несі, еңбегі енді анау неден Астана салды ғой. Астана салған ел ойлайды енді әйтеуір енді салғысы керек шығар, оған енді металлург дейді, қандай құрылысшы деп ойлауы да мүмкін ғой халықтың. Оның алдында Теміртауды салып кеткен. Оны енді көп жерде өзі мақтанып айтпайды. Енді біз айтамыз, шынында ол болған дүние, болған факт. Дұрыс айтасыз, оқырмандар сізге алғыс білдіріп жатыр. Қуаныш аға, елбасымыз жайлы көптеген мағлұматтар естіп отырмыз. Сізге үлкен рахмет дейді, игі тілектер білдіріп отыр. Енді осы өзіміз білетіндей елбасымыздың Астана қаласын өзіміздің арқадан осы Астана етіп, елордамыздан Астана қылды. Кейіннен осы Астана атауы өзгеріп, Нұрсұлтан қаласы. Қалай қабылдадыңыз осы атаудың өзгергенін? Әркім әртүрлі қабылдап жатты. Астана деген жақсы қабылданды. Енді Ақмоладан гөрі тегі, бірақ та анау тарихи ат қой Ақмола деген. Оны да қалдыруға болды. Тегі қайта ауысқан қаланың аттары бұл енді керекті шығар, елдің ұсынысы ғой. Содан бір рет келгенде мен орыс азаматтар бар ғой, орысша сөйлеуге тура келді де сөйлесіп отырып, енді халыққа ауырып қалды да, кім сөз бастау етпей, біз шағыналым, біз 15-20 адам. Сосын маған айтты, молодой дейді мені. Мен ішінде ең жасы болдым. Бұлардың ішінде мен 17 жасымнан жаңағы Теміртау келдім ғой. Бұл кісілер 20-ға келіп қалған, неде жаңағы Украинадан оқып келген, училище бітіріп келген азаматтар. Сосын жаңағы немді айтып, қош келдіңіз деп орысша айтып. Содан кейін анау мені Астананы салғанына рахмет айттым. Сосын айтып қоямын, если Астана разрастется, я думаю, станет пригородным Теміртау деген Нұрекең балқып, жаңа жерде неге қиялға түсіп, мені де қолдап
енді вообще-то возможно деп қояды. Сөйтіп жаңағы әзілдесіп отырғанбыз. Сондай әзілдеріміз болады. Иә, дұрыс айтасыз. Қуаныш аға, бір сұхбатыңызда байқадық, Астана қаласына барған кезіңізде сізден де осылай сұрап жатыр. Қызық сәттеріңізді айтсаңыздар дегенде сіз бір айтып жатсыз, бізді пирамидаға апарамыз деп. Соны айтып берсеңіз сол әзілді оқырмандарға. Не деп отырмыз, бір келді осында. Стадионда отырмыз. Енді ол сана неде, не бар ғой, бит дейді ма әлгі, қоршалған турникеттермен. 20, жоқ, жан-бары ашық, бит кабина сияқты. Сонда отырмыз екен. Біз ана турникеттің сол жағында отырмыз, неде, рядта. Отырдық, соңғы бит қарап, анда секіріп кетті жаңағы турникеттен, бізге қарай. Енді протоколды жоқ, оның бәрінде тәртіп қойды. Бізге келгенде, анда жаңағы азаматтардың жігіттермен амандасып амандасып, содан кейін маған айтқан жина, мынаны бәрі жина, алда жина мынаны бәрі. Не қайда жина? Неге? Пирамидаға алып барам, деді. Мен жарайды. Үйге келіп мен хозяйкама жұбайыма айтып жатырмын. Енді біз неге Египетке келетін болдық, пирамида қиып соны көретін болдық деп едім. Жаңағы менің жұбайым айтады, ол да қоймайды, сендер де қоймайды екенсіңдер, ауырып қаласыңдар. Сен айт, ауырып қалдым мен, бармаймын деп. Ол қауіпті ғой, ана неге үшін керек? Әуремен үшін керек. Деп сөйтіп, мен көнбедім, енді ана паспорт алуым керек еді. Шетелдік паспорт керек. Баруым керек. Баруым керек деп. Мен де көнбей, соны бір 2-3 мың өтті ме, бір айда өтті ме, жаңағы пирамида, осы пирамида екен. Астанада. Астанадағы пирамида екен. Достық және келісім сарайы ғой. Я сонда Мақсұт, анда Нарықбаев деген бір жолдасымыз болатын. Мақсұт қарсалды жаңағы неде, пирамидада. Сөйтсек, жаңағы достық сарайы. Сондай бір қызықты сәттер есімде дейсіз ғой. Иә, өте дұрыс айтасыз. Ол кісі өте білімді деп айтып отырсыз. Сонымен қатар әншілігі де бар деп, бірге бір балық аулауға немесе аң аулауға шыққан кездеріңіз болды ма? Ондай саятшылыққа қызығушылық жоқ па? Ондай бола қоймады, біздің уақытымыз аз болды. Бағана айтып отырмын, күндіз оқысақ, түнде жұмыс істедік. Ондай бола қоймады. Бірақ та мына жаңағы неден Алатаудың қызығын көрдік. Алатаудың бірнеше жерінде болдық. Жаңағы неде, ненің ағаштың көлеңкесінде, қарашама жерде жеке отырып өздеріміз жаңағы жұбайларымызбен бірнеше күн болдық. Көп құрмет көрсетті. Болмаған неден ешқандай бір қызықтан әйтпесе жаңағы жолдастардың кездесуін бір қалдырып көрген жоқ. Бұл кісінің ол жағынан несі, мынау достыққа деген сезімі ерекше. Мен көп нәрсе біліп отырсыздар ғой. Бұл мектепте бір оқыған азаматтармен әлі күнге дейін қатынасады. Ана кім бар ғой? Сәкен аты кім? Сәкен секілдінің аты қалай? Сәдуақас. Сәдуақас. Сол. Сәдуақас деген азамат бар. Сосын анау кім? Қазағали Байбек. Ол енді кетіп жүр. Бұлай көрініп жүр екен. Олар мектепте бірге оқыған. Ал енді қаншама жаңағы Украинада бірге оқыған азаматтармен қатынасады. Сол біз қатар неде жүреміз. Бірдей құрметтейді. Енді соның өзін ойлап қарасам, соның бәріне қандай не керек, бауырмалдық керек адамға. Соларды әлі күнге дейін неден назардан сақтап көрген жоқ. Ол енді Құдай берген өзінің қасиеті. Иә, үлкен қасиет.
Өте дұрыс айтасыз, Қуаныш аға, өзіңіз де біліп отқандай, қазіргі бәрімізге қажетті дүние ол уақыт. Уақыт ең қымбат сыйлық. Бізде әрбір нәрсеге бір шектеу болып тұрады, әр нәрсеге бір себеп болып тұрады. Осы 1 желтоқсан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құрметіне тұңғыш президент күні деп аталғаны, сөз басында айтқанындай үлкен мақтаныш. Ол кісінің осындай ардагер металлург досы бары, замандасы бары біз үшін үлкен қуаныш. Осылай кітапханамыздың төріне келіп, бізбен емін-еркін сұхбаттасып, өз ойыңызбен бөлісіп отқан сізге үлкен рахмет. Жастарға қандай тілек айтасыз? Адамға қандай жақсы қасиеттерді ұсынасыз, қандай кітаптарды ұсынасыз жастарға? Жаңа айттым ғой, тек қана андай жаңағы әркімнің өзінің кәсібіне қарай кітаптар болады. Сол технолог, әйтпесе мынау ауыр құрылыста, құрылыстың мамандары оны өте бір қарсы алу керек. Өз мамандығын жақсы игеру керек. Қазір оның барлық не бар? Ыңғай бар ғой, дамыған. Интернетке специально жәшік бәрі көрсетеді. Біз баяғы уақытта, ерте уақытта анау бір жаңағы темірдің сырын білу үшін литература дейді ғой, кітап таба алмайтынбыз. Сол үшін неге баратынбыз? Библиотекадан. Соны жаздым, соны іздеп, және де мұғалімдерімізге рахмет, бізге қандай кітап оқу керек жазатын еді ғой. Списігінде. Қазір Google деймін, мынау жастардың дамуына қазіргі заман өте ыңғайлы. Сондықтан жастарға енді біздің арманымыз, келешегіміз, болашағымыз жастар. Біздің барлық енді ой санамыз, енді аға буынымыз ғой енді. Дұрыс айтасыз, біз сіздерге қарап үлгі аламыз ғой. Иә, абай 60-ға келмей айтқан ғой. Қартайтып, қайғойлатып, сергек бір құдайдан басқаның бәрі дейді. Сонда біздің енді кіреді деп айтады. Мысалы өз басым тек қана жастар, келешек жастарда сонда біз себебіміз дейіп, солардың тәрбиесіне десе, сол біздің өмірдегі бір міндетіміз ғой. Жастарға жақсылық тілеймін. Бірінші күнін жаңағы 1 декабрьде 9 жыл бұрын 12 жыл біз политехте нұрының өзі ұсыныс жасады. Сол бірге оқыған азаматтардың бәрі жиналды. Москвадан келді, Павлодар, Қазақстан, басқа жерлерден келді. Осы политехте Арсен Мойнымыз қарсы алды. Сонда өткізгенбіз. Енді бірінші декабрь ғой, желтоқсан. Иә, 1 желтоқсан. 1 желтоқсан бұл тек қана президенттік күн емес. Бұл қазақ халқының, қазақ елінің, қазақ мемлекетінің бір не дейді ғой, рәміздің біріне жатады. Біз ел болған, тарихи. Осы дүниеге қазақ елі өзінің бірінші президентінің күнін белгілеп алды. Мәселе бір күнде емес. Бұл біздің халық үшін үлкен құрметті бір белгі, құрметті мереке, құрметті дата жаңағы егемендігіміздің белгісі ғой. Сондықтан жастарға айтарым қайырлы болсын. Осы күнді жақсы өткізу керек, бұл күнді білу керек. Біз қанша ата-бабамыз осы күн үшін, осы мемлекет, мынау жер бәрін алып болған. Сол бәрін ақтауымыз керек қой. Өте дұрыс айтасыз. Енді соңғы мынандай сұрақ. Қуаныш аға, өзіңіз осы тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының өз өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы шешімін қалай қабылдадыңыз? Мен дұрыс қабылдадым. Дұрыс шешім болды. Және де анау неде жарияланған кезде қобалжу болды. Қимастық болды. Ойламаған жерден. Алдын ала айтқанда дұрыс болатын бет өзі ойламаған жерден. Және де өзі сергек қой енді, сират жүріс-тұрысы бәрі.
Бірақ ойламаған жерден болды да, бір қиыншылық туды бір 2 күн. Бізге қимастық сезім бар. Содан кейін анау абай айтады. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, тұстарасыз аузыңа тұстар мұқтым. Жақсы менен жаманды айырмадың, бір май бір ған бойында көрдім дейді. Сонда мен президент болып жүргенде Теміртауға келеді ғой. Барлық кемшілік, қандай кемшілік бар, соның бәрін мынау жерді мынандай өкілетсіз, мына жерді мынандай өкілетсіз деп қатты айтатын едік, жабыл. Сол есіме түсіп кетті, ойладым, қатты бекер сондай бір нелерді, жаңағы қатты сөздерімізді бекер айтқан екен-ау деп. Бір өкініштер болды, иә, сол кезде. Өкініш болды. Сондықтан да жастарға айтатын, сол қазіргі мысалы институтта оқып жүр ме? Жас кезде мектептегі жолдастар ғой. Институтта жолдас. Одан кейін адам жолдас таба алмайды. Мүмкін енді мыңнан біреу табылар. Жас кездегі жолдас. Одан кейінгі адаммен адам жолдас бола алмайды. Мен өз басым солай. Тұрмыс бақытым, басқа бір жолдастар табуға, бірақ аяңды жолдас табылмайды адамға. Жас кездегі уақыт, жас кездегі кез, қиындығы мен қызығын бірге көрген, ыстық болып тұрады адамға. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Қуаныш аға, өзіңізге үлкен рахмет айтамыз. Тағы да өте тамаша айтып бердіңіз елбасымыз туралы, ол кісінің ерен еңбегі, қызықтары туралы. Сізге рахметтен басқа, алғыстан басқа біздің енді айтарымыз жоқ. Ең бастысы деніңіз сау болсын, ұзақ жасаңыз, сізде азаматтарымыз аман болсын. Біз жастар демекші, сізде өнегелі азаматтардан біз үлгі аламыз, сөзін шыны керек. Сіздерге қарап бой түзейміз. Неге осы металлургия саласын таңдадыңыздар? Басқа салаға, мысалы өзіңіз әдебиетке де жақын адам сияқтысыз. Ол анау үгіт насихат, біз темір комбинат сондай патриотический сезім көп болды бұл уақытта қазақта. Бұл теңдесі жоқ комбинат қой. 60 мың адамды жұмыс атқарды. Біздің қазақтың өзінің бір жаңағы мақтанышы қара темір. Ана жерде абай айтып отыр ғой. Тұстарасыз аузыңа тұстар мұқтым деген. Темірің жоқ, тұстарың жоқ. Жаңағы өнеркәсіп дамымаған деп қынжылып отыр ғой. Сондықтан мен бар арманым өмірде анау темірдеген болады, кейінгі жастарды үйретіп алу. Осы себеп болды. Одан қашып та кететін жағдай болды ғой. Нұр екен болсын олар. Тамаша, өте дұрыс айтасыз. Сондықтан жастарға мамандықтан шатыспай, өздерінің еңбектерінде адал табыңдар дегіңіз келеді ғой. Қазір интернетті қолданып жастар алдыда болу керек. Болады да. Бізден жасы бола әкесінің жетілсе артық туады дейді. Ол жетілсе көріс артық туады біздің Алла қаласа, әдемі ақ тілегіңізге үлкен рахмет. Біз де сізге тек деніңізге саулық тілейміз. Осылай әрдайым жылы жүзіңізбен, әдемі сұхбатыңызбен оқырмандарымызды, жалпы қазақ халқын қуанта беріңіздер. Елбасымыз аман болсын, сіздер аман болыңыздар, ел ағалары аман болсын деп, біз бүгінгі әдемі сұхбатымызды оқырмандарымызбен келесі кездескенше деп қана аяқтағымыз келеді. Келесі кездескен кезде осылай емін-еркін әдемі сұхбаттарымыз жалғаса берсін. Кітапхана әрдайым өз оқырмандарын күтеді. Ендеше оқырмандар, назарларыңызға үлкен рахмет. Бізбен бүгін қонақта болған Теміртау қаласының құрметті азаматы, елбасы замандасы, жанашыр досы, құрметті азамат, әрі ардагер металлург Қуаныш Омашев Омашұлы. Ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.